Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте дәмді болып шығатын корндуктар жасаймыз. Балаларыңызға тіске басар ретінде жасап берсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Оны дайындау үшін ең алдымен біз қамыр жасап аламыз, сұйық қамыр жасаймыз. Қамырды жасау үшін біз ыдысымызға бір жұмыртқамызды, тұзымызды, қантымызды және де сүт құйып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін араластырып алған массамызға ұнымызды қосып, біркелкі масса пайда болғанша жақсылап тұрып араластырасыздар. Және де ұн қосып араластырып алғаннан кейін бір шай қасық разрыхителімізді қосып, тағы да жақсылап араластырып аласыздар. Видеоға лайк басып тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Менің арнамда түрлі рецептер бар. Көріп отырсаңыздар болады, және апта сайын жаңа рецептер шығады. Қамырын дайындап алғаннан кейін біз сосискаларымызды осылай ортасынан бөліп дайындап аламыз, және сырларымызды да сосисканың бөлігімен бірдей бөліктерге бөліп жақсылап дайындап аламыз. Кейін сосискаларымыз бен сырларымызға осындай шпажка не болмаса мендегідей кішірек зубочисткаларды тығып дайындап аласыздар барлығына. Сосын кейін оларды қамырымызға салып батырып аламыз. Барлығын емес, бір-бірден батырып, қатты қызып тұрған ыдысымыздағы майымызға қуырып аламыз. Үнемі бақылап тұрыңыздар, себебі қызарғанша қуырасыздар. Себебі біздің май қатты қызып тұрғандықтан корндуктарымыз қатты қызарып кетуі мүмкін. Барлығын осылай қызарғанша жақсылап қуырып аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.